Құс ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі дейді, қазақ айтады. Отбасында көрмеген қыз, көргенсіз деген сол ғой. Көргенсіз атаңа нәлет деп, балаға неге тіл тигізбейді, бірден атасына әңгіме айтады бізде қазақта. Анжақ дұрыс емес та, тәрбие бермеген. Ар жақтан кетіп жатыр. Баланың өзін қарғамайды, атасын қарғайтын сол. Пәленшенің кімнің болсын, пәленшең, әкеңді оңбаған екен, сені тәрбиелемеген деп жаңа әкесіне тіл тигізіп жатады. Балада қате жоқ, өйткені бала қамыр сияқты ғой. Бала қамыр сияқты кез келген қалыпқа түсе береді бала. Оны елеп қазір бөлшке қылып жіберуге болады. Оны бөлкенан қылуға болады, лепешке қылуға болады да. Бірақ қалыпқа түсіп пісіп кеткеннен кейін оны тураудан басқа шара жоқ уже. Болды, турайсың. Басқа жоқ та. Сондықтан бала күннен әркім өзінің орнын біліп үйрету керек. Мынау сенің ағаң. Бұл сенен биік тұрады, құрметтеуің керексің. Ағаң сенің қорқаң, ер азаматқа деймін. Мынау сенің әкең. Бұны бүйтуің керек, сөйтуің керек деп ана үйрету керек. Оны өзінде жоқ, ана қаяқтан үйретеді оны. Жақсы, әйелің красавица шығар мысалға да. Әдемі шығар. Түріне қарап отыра берген, қашан қарап отырасың оның бетіне? Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты, қоқыста өскен раушан гүлге құмар болмаңдар деді. Көрдіңіз ба? Әдемі красавицаны алып алдың, тым бір көреген нәрсесі жоқ. Мысалға да, берері жоқ. Оны біреуден алмайды да жақсы нәрсесін, оның семьясына бермейді. Содан кейін не болады? Содан кейін билікке талас басылады. Құдай тағала айтады сосын. Жер бетінде мына әлемде екі құдай болса дейді. Жердің бетін быт-шыт болып кеткен көресің деп айтады ғой, аятта, дұрыс па? Бірақ Алла дейді. Сол сияқты бір семьяда екі басшы болады десе, онда қырғын болады онда. Қазақта айтады ғой, бір қазанға екі қошқар. Қазақта айтады ғой, бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды. Бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды. Анау да қошқар боламын дейді, мынау да қошқар боламын. Сен қошқар емес, қойсың десең де мен қошқар боламын дейді. Деген сияқты ғой енді. Сондықтан мынау бізге ол керек жоқ. Құдайдың заңынан асқан заң жоқ бәрібір. Алладан асқан данышпан данада жоқ. Алла хаким ғой. Кімге не керек екенін, кім қай жерде қалай тасарруф жасау керек екенін, жағдай мәміле жасау керек екенін Алла жақсылап біледі. Сондықтан еркекті еркек қылды Алла тағала, әйелді әйел қылды, және бір саты түсірді де, егер де Құдайдан кейін біреуге сәжде қылу керек болмаса, мынау әйелі еркекке сәжде қылу керек деді. Бірақ Алладан өзгеге сәжде қылынбайды деді. Мәртебесі да, күйеудің мәртебесі сондай дәрежеде, сол мәртебені түсіріп алмау керек. Егер күйеудің мәртебесін түсірдің ба, онда көргенсіз балдарды күте бер, Құдай қаласа. Отбасында келе жатқан көргенсіздерді күте бер. Ертең ана жаққа барған кезде шашын ағартатын, күйеуінің шашын ағартатын қызды қатынына пайдасы жоқ бір жауапкершілікті сезінбейтін ұлды тәрбиелеп жатсын. Өзіміз ғой істеп жатқан бәрін. Сырттан ешкім не қылып жатқан жоқ негізі.